Сіздермен бүгін ішектің жұмысына басқа мүшелердің әсері туралы айтқым келіп отыр. Соның ішінде ас қорыту жүйесінің мүшелері ең бірінші орында әсер етеді. Себебі біздің асқазан ішек жолдарымыз түтікше, ұзын түтікше күйінде келеді, яғни ауыз қуысынан басталып тікшекпен аяқталатын ұзын түтікше түрінде келеді, және ол ас қорыту жүйесіне мысалы асқазан, ұйқы безі, өт қабы, бауыр сияқты осы мүшелер жататын болғандықтан бұлардың аурулары да, ол мүшелердегі аурулар да ішектің жұмысының бұзылысына, ішектің микрофлорасының, яғни бактериялардың тепе-теңдігінің бұзылысына әкелуі мүмкін. Себебі біздегі ас